Кезекте biz япошкаларды көрсөтүүнүн экинчи бөлүгүн баштап жатабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн 24 октябрь 2021 жыл, вторник, Бишкек. 2003 жылкы 2.4 автомат, $7200. Толтура номери бар экен, чалып иштесеңиздер болот. Epson задний камерасы бар, состояниясы жакшы. Бүгүнкү число 24 октябрь 2021 жыл, каналга жазылганды унутпаңыздар. Кара түстө Honda CR-V 2003 2 объем, механика, $5800. Жабык экен, биз артынан көрөлү. Биз видеонун башында айтып кеткендей, тандабайбыз, алдыбыздан кандай унаа чыкса баарын тартып кетебиз. Бұл жерде кара түсті Honda Inspire автоунаасы, азыр ачык окшойт, ачып көрүп коелу. Отуруштары кара түсті кожа, монитору, задний камерасы бар. Жыл 2003, 270 000 км жүргөн. Баасы $7400. Номери чалып иштеп көрүңүздөр. Бұл жерде дагы бир ак түстө жакшы балда Subaru Forester 2003 жылкы 2 объем, турбина, баасы $6800. Байланыш номери бар. Мына жерде ушу турбинанын датчиги окшойт. Азыр эси жок болуп атат. Салонду ачып көрсөтөйүн дегенде үстүндө мындай багажниги дагы бар. Улантабыз Honda Accord. Японец оң рулду. Салон кожа, 2004 жылкы 2 объем автомат. Түсү көк түстө. Баасы $5800. Номери 704 70 07 70 деген номерде турат. Estima 3 объемда 2002 жылкы коробкасы автомат. Баасы $6000. Номери 707 47 79 66 деген номерде. Honda Step RF1 2000 жылы чыккан, 2 объем, баасы $5500. Стептин салону, мына газ жок да мына. Газ жок, потологу бирок таза экен. Башка стептерге салыштырмалуу. Дөңгөлөктөрү качкы. Жакшы болду. Анын жанында дагы бир Epson 2001 жылкы 2.4 $6600. Биякта бизде жакшы абалда Honda Fit автоунаасы 2003 1.3, баасы $5500. Байланыш номери бар, дөңгөлөктөрү азыр жайык экен. Салону спортундай мульти рулдардан салып коюптур. Жакшы болду. Рестайлинг. Кезекте эми бияктагы дагы бир Estimаны көрсөтүп кетейин. Түсү ак түстө. 2002 3 объем, 157 000 км жүргөн. Баасы $7500. 3 объем. Алдыңкы бамперинде парктрондиги дагы бар экен. Бул Estimанын баасы жок. Мына жерде дагы бир степ турат, ушул степти дагы кошо тартып кетейин. 2000 жылы чыккан, объем 2 автомат, $4700. Дөңгөлөктөрү качкы, үстүндө багажниги бар. Патспада 2005 жылкы 2 объем, $7500. Номери 507 58 58 27 деген номерде. Кара түстө Honda Odyssey 2000 жылы чыккан, 2.3, баасы $5000. Мош номери жакшы көрмөй калды. 707 06 19 88 деген номерде турат. Toyota Wish 2003 1.8 $5900. Номери бар. Чалып иштесеңиздер болот. Subaru Legacy Universal түсі ақ түсті 2005 2 объем басы $6000.
Honda Civic жақша болды. 2002 жылғы 1.7 вариатор, пробег оригинал, басы $5100. Дөңгелектері жайқы, жақша болды. Салоны полный юбкалармен екен, кузовында сызылған жерлері жоқ, жақша болды. Бұл жерде дағы бір күміш түсті Honda Fit 2002 жылғы 1.5 312.000 км жүрген, басы $5.500 деді. Азыр жауық екен, артынан көрелі. Қара түсті дағы бір Honda Stream Absolute. Жылы 2004, 2 объем, срочно деді. Номері бар. Қанша олды еткен басы? $5.000 деді. $5.000. Бияқта Epson сода болады тұшады. Ошада Epson'дан аға көріп кетелі. 2002-2004 газ, бензин, автомат. Басы $6.500. Байланыш номері. Toyota Epson. Daha bir Fit'ti көрсетеміз. Restyling 1.3 объемда. 2002 1.3 $5.500. 553.000 км жүрген. Номері жоқ екен. Кейінгі ұнаны көрсетеміз. Бұл жақта Армениядан келген Honda Fit түсі ақ түсті. 2004 жылғы 1.3 газдағы бар екен. Басы $5.500 деді. Өз негізі бензинменен аз жет, бірақ газда вообще аз жаса керген ба. Газда расходты ченеп көрдіңіз бе? Bir ayға 1000 сом кен, пропан 3-ші поколение. Bir ayға 1000 сом деді. Bir ayға 1000 сом деді. Бұл жақта Honda Odyssey Prestige 3 объемда. Сізгі бака 2000 жылы шыққан, көлемі 3. Газ бар ба? Газ жоғы. $5.200 деді. Байланыш номері ошол астында тұрады. Çalıp işlerseniz болады. Бияқта дағы бір Honda Step Spala 2003 2.4 $8.200. Номері 708 45 81 55 деген номерді. Дөңгелектері жайқы, жақша болды. Пробег қанша қалды бәкі? 250. 250 мың. Ондай баяғы багажды ашып жауып тұрғанда бар екен, да мұнда? Багажды ашып жауып тұрғанда бар екен. Нашу Калдинаннан көрсетпейінші, Калдинандағы сұрағандар болды ле, комментарийді. 2003, 2 объем, автомат $5.500. $5.500. Бұл жақта Mazda Demio 2003, 1.5 автомат. 228.000 км жүрген, басы $4.500 деді. Дөңгелектері азыр жайық екен. Бұның клиенттер қайсы нөмірге чалыш керек? Клиенттер қайсы нөмірге чалыш керек? Еме, номер жоқ мұнда елі. Кейінгі ұланы көрсетелі, бұл жақта Odyssey автонасы түсі ақ түсті. 2001 жылғы 2.3 $4.500. Пробег 222.000 км жүрген. Дөңгелектері қашқы, үстінде люк бар. Жақша болды. Болыш қанша бәке? Болышын үслешеміз дейді. Бұл жерде юбкасы парокторменен 2001 жылғы 2 объемдағы Honda Stream автозавод бар. Задний камерасы бар екен. Краска өзінікі, моторы провозной басылған. Басы $5.800. Дөңгелектер азыр жайқы. Монитор задний камера көрсетті? Көрсетті. Монитор задний камерасы бар деді, состояниясы жақшы. Бұл жақтан да бір машина қалып кетті, азыр ошол машинаны көрсетелі. Сізді көрем екен, степ. Ошол степті да көрсетіп кетейін. RF3 күміш түсті. Дөңгелектерді что-то жаң салған ұқсат, протекторы жақшы кен. Жыл қайсы?
2002 2 объем, басы $6,600 dedi. YouTube Bishkek Kabar. YouTube'ga kirib Bishkek Kabar deb жазсаңыз шығады. Мониторым бар. Дөңгелектері жайқы. Бұл стептің дөңгелектері жақсы екен. Кейінгі бұл жерде қызыл түсті Honda Avancer автонасы. 2003 жылғы 2.3 автомат $4,900 деді. Краскасы егер өзінікі болса жақсы баға қойған, $4,900 емес, $4,200. Номері бар, чалып түсірсеңіздер болады. Бұл жақта аккорд бар екен, ошол аккордты көрсетіп кетейін. Дөңгелектері қышқы. Жыл қайсы? Жылы 2001. 2 объем. Номері бар, үш номерге çalasыздар. Басы қанша алған? $4,5 деді. $4,500. Дағы бір стрим шықты. Дөңгелектері қышқы. Салоны жақсы. 2001 жылғы 2 объем. Басы $4,450. Вложение не требует деді. Дөңгелектері дағы бір жыл айтып кетейін, қышқы. Үш номерге çalасыздар. Желательно мынауы алдыңғы терезесіне алмаштырып қойса болады ұқсайды. Салоны жақсы. Кейінгі біздегі автонам бұл жақта Honda аккорд көрсетейінші. Дағы бір аккорд жақсы болды. 2002 1.8 $4,700. Номері бар. Артындағы Bishkek Kabar YouTube kanalı. Жақсы. Көріп тұрыңыз. Мен мына шоны фонға қойып қоймын, стептің алдына тұрсаңыз. Сен өзі виажа. Шоны фонға қойып қоймын. Не, біз арқылы машина саттыңыз ба, алдыңыз ба? Алам деп жүрмін. Алам деп тұрсыз, қаншадан бері көресіз бізді? Сізді көптен бері 2-3 жылдан бері бар. 2-3 жылдан бері. Азда машина алған келдіңіз ба? Алғаны келдім. Жақсы, қандай екен машина? Не машина алайын дедіңіз? Машиналар қымбат екен. Қымбат. Honda Fit, Honda Civic'e шоғышын арзанырақтар алып жүрмін. Бұл жет қаншаға чейін? Секрет таппаңыз бағы. Жақсы. Егілесізге көріп тұрыңыз. 2002 жылғы 2 объем $6,000 деді. Ұшыл RF3. Туғандар, біз бұл чағырашты жиынтықтайыз. Мұна ұшыл жақшы абалдағы Honda Odyssey'дан кейін. 2000 жылғы 2.3 $5,100. Салоны. Это винном полный порог менен, артында спойлер дағы бар. Дөңгелектері жақсы болды. Задний камера мониторы бар. Жыл 2003, краскасы өзінікі, басы $7,600. Байланыш номері, ошол номерге байланышқа шығасыздар. Я. Қачып тұрыңыз анда. Тартып алайын. Ошо виннондағы жақсы екен. Краскасы өзінікі екен. Ең главный краска өзінікі болса жақсы.